Бетті мұзбен жуу тері күтімінде қолданылатын қарапайым әрі тиімді әдістердің бірі. Бұл тәсіл әсіресе Корея мен Жапон әйелдері арасында танымал. Мұздың теріге әсері көп. Мұзбен жуу пайдасы. Бір, қан айналымды жақсартады. Мұздың суықтығы терідегі қан тамырларын тарылтып кейін кеңейтеді. Бұл процесте қан айналымы жақсарады. 2, ісінуді азайтады. Ерте тұрғанда көз асты ісіп кетсе, мұзбен сүрту оны басады. 3, тесіктерді кішірейтеді. Тері тесіктерін уақытша кішірейтіп, бетті тегіс қылып көрсетеді. 4, безеумен күреседі. Мұз қабынуды басып, безеудің үлкеюін тежейді. 5, жылтырлық пен сергектік береді. Мұзбен сүрткен соң, бетте балғындық пен сергектік сезімі пайда болады. Назар аудар. Мұзды тікелей терге ұзақ уақыт ұстама, күйіп қалуы мүмкін. Мұзды жұқа матаға орап қолдан. Күнде емес, аптасына 2-3 рет қолдану жеткілікті. Егер бетіңде ашық жара, купероз, тамырлар көрініп тұрса, қолдануға болмайды. Қандай мұз қолдануға болады? Таза су ең қауіпсіз нұсқа. Көк шай мұзы қабынуға қарсы. Ромашка, дала гүлдері тұнбасы тыныштандырады. Қияр суы ылғалдандырады. Алоэ шырыны безеуге қарсы. Қауіптері. Мұзды тікелей бетке қолдану терге күйік, мұз күйігі тудыруы мүмкін. Сондықтан, мұзды дәкеге немесе жұқа матаға орап қолдан. Бір жерде ұзақ ұстама. Егер тері өте сезімтал немесе купероз, бетте ұсақ қан тамырлар жарылған болса, қолданбаған дұрыс. Қалай дұрыс қолдануға болады? 1, бетті алдымен жұмсақ сумен жуып ал. 2, мұзды матамен орап, бетке 1-2 минут жеңіл сипап өткіз. 3, артынан ылғалдандырғыш крем жақ. 1, жасыл шай қосылған мұз теріні тыныштандырады, қабынуды азайтады, антиоксидантқа бай. 2, ромашка, түймедақ, шайынан жасалған мұз сезімтал теріге жақсы, қызаруға қарсы. 3, қияр шырыны қосылған мұз ылғалдандырады, сергітеді. 4, лимон шырыны қосылған мұз майлы теріге пайдалы, бірақ өте аз мөлшерде болу керек, тітіркендіруі мүмкін. 5, алоэ вера мұзы безеуге, тітіркенуге қарсы табиғи ем. 6, раушан суы қосылған мұз әдемі иіс береді және теріні балғын қылады. Қолдану жиілігі. Аптасына 2-3 реттен артық емес. Күнде қолдану тек тері бейім болса ғана, ал сезімтал немесе құрғақ теріге жиі қолдануға болмайды. Қосымша кеңестер. Мұзды ұйқыдан кейін таңертең қолдану көз астындағы ісік пен шаршаңқы көріністі азайтады. Маңызды іс-шара алдында бетке мұз басу теріні бірден жарқыратады. Мұздан кейін міндетті түрде ылғалдандырғыш крем немесе серум қолдану керек, себебі тері тартылып қалады. Кімге болмайды? Купероз, беттің ұсақ қан тамырлары жарылған, бар адамдарға. Экзема, дерматит, немесе жарақаттанған теріге. Суыққа аллергиясы бар адамдарға.